Құрметті ұстаздар, қадірлі біздің мұғалімдеріміз, сіздерді шын жүректен мерекелеріңізбенен құттықтаймын. Ұлы Абай айтқандай, ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп, сіздердің еңбектеріңіздің арқасында қаншама түлектеріңіз білім қуып, ғылым қуып, үлкен маман иесі болып, шынында да біздің мемлекетіміздің белді азаматтары болып еңбек етіп жүр. Әрине, осы білімге, оқуға қызығушылық мектеп қабырғасынан басталады. Ол әрине сіздердің үлкен еңбектеріңіз. Жақсы оқушыларыңыз, мақтанатын түлектеріңіз көп болсын. Еңбектеріңіздің жемісін көре беріңіздер. Ұстаз тек қана мектепте емес, жалпы өмірдегі үлкен тәрбиеші. Сондықтан сіздер шын жүректен балаларыңызға тек қана білім емес, тәрбие беріп өсіресіздер. Әрине сіздердің еңбектеріңізді мен қатты бағалаймын, себебі өзім де мұғалім болғам. Құрметті ұстаздар, мерекелеріңіз құтты болсын. Бәрі де мұғалімнен басталады дегендей, шынымен де ұстаздың білімі, адамгершілігі, оқушыға деген сүйіспеншілігі баланың келешекте жеке тұлға болып өсуіне ықпал етеді. Жан жылуыңызды, бар біліміңізді аямай, оқушының бойына сіңіріп, оның үлкен өмірге білімді азамат болып аттауына зор үлес қосып келе жатқандарыңыз үшін көп рахмет. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, шәкірттеріңіз биік шыңдардан көрініп, еңбектеріңіз ақтала берсін. Менің сүйікті мұғаліміме, Мариям апайымызға, Мариям Мукушева 138-ші мектептің мұғаліміне үлкен алғыс білдіремін. Рахмет. Ақырын жүріп, анықпас, еңбегін кетпес далаға. Ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға демекші. Қашанда тарыдай болып келген балапандарды таудай қып шығарып салып, өздеріңіздің өмір бойы жан жүрегіңізді білім саласында үйретуде жалықпайтын құрметті ұлағатты ұстаздар, сіздерді шын жүректен өздеріңіздің төл мерекелеріңізбенен құттықтаймын. Өздеріңіз тәрбиелеген балапандарыңыз, шәкірттеріңіз өмір атты аламан бәйгеде қашанда оза шауып, еңбек пен жемістің дәмін өздеріңізге молынан татырсын. Аман болыңыздар, дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық тіледім. Құрметті ұстаздар қауымы, сіздерді қазан айында аталып өтетін мұғалімдер күнімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Сіздердің бала көңілдеріңіз әр оқушының жан дүниесін нұрландырып, жүрегіне шапағат нұрын төгуде. Мұғалімнен өнеге білім алып, өмір теңізіне құлаш ұрған кез келген шәкірт ұстазымен мақтанады. Осы сәтті пайдаланып отырып, мен өзімнің аяулы ұлағатты ұстаздарыма мың қате рахмет айтқым келеді. Қазіргі таңда азды көпті белестерді бағындырып жүргендігіміз, тікелей сіздердің орасан еңбектеріңіздің, оқушыларыңызға деген, біздерге деген арнаған махаббаттарыңыздың арқасында деп білемін. Сол себептен ауырмай, сырқамай жүре беріңіздер. Сіздерді шын жүректен жақсы көремін. Ізгі ниетпен Димаш Құдайберген. Мектептің жаны мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектеп сондай болмақшы. Яғни мұғалім білімді болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі мектепке керегі білімді, педагогика, методикадан хабардар, жақсы оқыта білетін мұғалім. Ахмет Байтұрсынұлы. Базарлы маусым шырқалар
Армысыздар, құрметті достар. Добрый день! А день сегодня действительно добрый, особенный. Да, сегодня как никогда учителя такие добрые. Двоек не ставят, поглядывают на часы. Торопятся закончить уроки. Біздің мектепте де мұғалімдер кеңсесінен мен сондай үлкен бір шаттықты, қуанышты жүздерді және құшақ-құшақ гүлдерді байқадым. А все потому, ребята, что с первыми днями октября к нам приходит замечательный профессиональный праздник тех, кто гордо носит высокое звание «Учитель». Мы от всей души поздравляем вас, дорогие друзья, с Днем Учителя и приветствуем на торжественной церемонии награждения победителей республиканского конкурса на присвоение звания «Лучший педагог». Мұғалімдер күні құтты болсын! Сегодня с вами будем мы, ведущие торжества. Жас педагог Мөлдір Сейтнур. Лучший педагог 2016 года Бронислав Бугинас. И наши главные модераторы проекта, ведущие телеканала «Балапан» Риза Данияр и Нургасыр Әбдел-Сапар. Бүгін осынау мереке күні байқау нәтижесі бойынша анықталған жылдың үздік ұстаздарын бірге білетін боламыз. Айта кетерлігі, республикалық жылдың үздік ұстазы байқауында аудандық және қалалық турларда 3707-ден аса мұғалім қатысты. Облыстық турларға 633 ұстаз өтті. Финал прошли 178 педагога. Ал жеңімпаз атанған 64 мұғалім. Оценивала педагогов компетентные жюри. Сегодня члены жюри – наши уважаемые гости. Они присутствуют в зале. Давайте мы их поприветствуем бурными аплодисментами. От имени Министерства образования и науки Республики Казахстан им вручаются благодарственные письма. Құрметті ханымдар мен мырзалар, ортаға құттықтау үшін Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Аймағамбетов Асхат Қанатұлын шақырамыз. Қошеметтеріңіз. Қадірлі ардагер ұстаздар, аса құрметті әріптестер, құрметті қонақтар, ең алдымен барлықтарыңызды кәсіби мерекелеріміз ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев егемендік алғаннан бастап білім саласына, ғылым саласына ерекше көңіл бөлуде, оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Осы елбасымыздың салиқалы сарабдал саясатының арқасында жалпы мемлекетіміз білім саласы үлкен биіктерден көрінуде, үлкен жетістіктерге қол жеткізуде. Қазір осы жұмыс жалғасуда. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің сайлауалды бағдарламасында осы білім саласын, ғылым саласын дамыту бойынша үлкен назар аударып, біздің алдымызға үлкен мақсат міндеттер қойды. Оны жақсы білесіздер. Биылғы жылы тамыз конференциясына мемлекет басшысы өзі қатысып, біздің ұстаздарға өзінің алғысын айтып, біздің жүйеміздің алдымызда үлкен мақсат міндеттер қойған, оны өздеріңіз тағы да білесіздер. Және де 4 жылдың ішінде ұстаздардың жалақысын 2 есе көтеру бойынша, жалпы осы білім саласын дамыту бойынша үлкен мақсаттар қойды. Осы бағытта біз жұмыс істеудеміз. Өздеріңіз білесіздер, елбасы өзінің тапсырмасын бізге беріп, сол тапсырманың шеңберінде бүгінгі күні педагогтардың статусы туралы заң дайындалды. Бұл заң қазір парламент қабырғасында қаралып жатыр. Енді осы заңды іске асыру үшін бүгінгі күні бюджеттен де қомақты қаражат қаралуда. Бүгіннің өзінде 3 триллионнан астам қаражат қаралды. Бұл деген біздің ұстаздарға деген, жалпы білім саласына деген үлкен
құрмет. Әрине де проблемалар жоқ емес, проблемалар бар, біз оның бәрін білеміз. Сондықтан бірлесе отырып, ең бірінші осы мұғалімдармен бірге, жалпы ата-аналармен бірге, қоғаммен бірге осы мәселелердің бәрін шешеміз деп айтқым келеді. Енді ұлы ұстаз ағартушы Ахмет Байтұрсынов маған бәрінен де ұстаз, мұғалім жақын. Мұғалім мектептің жүрегі деген білесіздер. Сондықтан мұғалімдарға біз қанша мадақтама айтсақ та, қанша жақсылық жасақсақ та, ол аз болмайды. Өйткені мұғалімнің жұмысы шын мәнінде өте маңызды, өте біздің мемлекетімізді, болашағымызды жарқын ету үшін ең алдыңғы қатарда тұрған мамандықтардың бірі екенін білеміз. Дорогие коллеги, уважаемые ветераны, уважаемые гости, во-первых, я хочу всех вас поздравить с замечательным праздником, очень светлым праздником, Днем Учителя. Это действительно всенародный праздник, и сколько бы мы ни говорили слов благодарности нашим учителям, этого всегда будет мало. Я всегда вспоминаю свою первую учительницу, Людмила Валентиновна, и мне всегда казалось, что она как-то по-особому относится ко мне. Она проходила между рядами, гладила детей по голове, и как-то становилось очень тепло, уютно, и очень легко и комфортно было в этом классе. Потом я уже узнал, что всем моим одноклассникам, все тоже думали, что и чувствовали себя особыми. Вот в этом, наверное, как раз талант учителя и талант педагога, когда каждый ребенок, который сидит в классе, он чувствует себя особенным. И таких учителей в нашей стране очень много. И благодаря им сегодня наша страна достигает больших успехов. Я также вспоминаю свою учительницу Любовь Ивановну, учительница русского языка. И до сих пор помню все ее уроки, все правила, и даже ее любимые слова. Я помню, как она говорила: хоть в голове кол тиши. Вот, я не знаю, там, хоть там что-то не сделала, она говорила, конь не валялся. И вот иногда нет-нет, и где-то в лексиконе эти слова тоже проскакивают. Вот такое большое влияние наших педагогов. Поэтому сколько бы мы ни делали, сколько бы мы ни говорили хороших слов нашим педагогам, всегда будет мало. И я вас всех от чистого сердца поздравляю с этим замечательным праздником. И сегодня закон, который уже рассматривается в стенах парламента, можно много говорить, можно много просить, можно многого ожидать от этого закона, но нельзя видеть мир только в черно-белых тонах. Либо он хороший, либо он плохой. На самом деле цветов очень много, и надо воспринимать то, что сегодня все общество говорит о статусе педагога. Это уже большая победа, это уже большое достижение. И то, что будет принят впервые специальный закон о педагогах, это тоже большая победа. И то, что сегодня в бюджете предусматриваются большие средства, действительно, беспрецедентно большие средства, 3 триллиона тенге предусмотрено в бюджете на повышение заработных плат. Это будет реальное, действительное повышение заработных плат. И это тоже, на самом деле, очень важно. Это говорит о внимании государства. И сегодня я хочу вам всем пожелать крепкого здоровья, успехов, благополучия, благодарных учеников. Но сегодня, наверное, надо пожелать, может быть, даже в большей степени благодарных родителей, понимающих родителей. И здоровья, счастья, благополучия и процветания нашей стране. Асхат Канатович, нам с Нургасыром очень интересно, а какой у вас был самый любимый урок в школе? Самый любимый предмет был у меня история. О, надо же, это тоже мой любимый предмет. Какое совпадение? Нургасыр, ты, наверное, тоже министром станешь. Асхат Канатович, а вот мне стало интересно, меня мучает один вопрос. Это правда, что троечники и двоечники успешнее отличников? Ну, это неправда. Это неправда. Ну, я думаю, что дело не в оценках. На самом деле, я считаю, что дети должны хорошо учиться. Сегодня мы проводили замечательное мероприятие по всей стране, экологический час. По поручению премьер-министра все члены правительства посетили школы, мы встречались с детьми. Дети совершенно другие сегодня.
мы проводим занятия, потом дети говорят, а вы знаете, вы можете остаться? Господин министр, можете? Я говорю, конечно, могу. И мы очень хорошо поговорили, и тоже говорили об оценках, говорили о важности быть голодными до побед, до успехов, потому что нам действительно надо развивать нашу страну, и поэтому делить на отличников, троечников, я думаю, что нет необходимости, но надо хорошо учиться. Асхат Канатұлы, жылы лебізіңізбен құттықтауыңызға көп-көп рахмет. Асхат Канатович, сегодня мы с Ризкой, главным модератором мероприятия, можно мы проводим наших гостей из Караганды и проверим, готовы ли все наши концертные номера. Конечно. А вас, Асхат Канатович, мы очень просим помочь начать церемонию награждения и вручить первые награды лучшим учителям страны. Құрметті ханымдар мен мырзалар, Қазақстанның үздік ұстаздарын марапаттау рәсімін бастауға рұқсат етіңіздер. Сахнаға Ақмола облысының ұстаздарын шақырамыз. Ахметжанова Самал Кенжеболатқызы, Көкшетау қаласы Ғабдуллин атындағы нөмірі 3-ші көп тілде оқытатын кәсіби мектеп гимназиясының ағылшын тілі пәнінің мұғалімі. Қошеметтеріңіз. Сахнова Нина Анатольевна, воспитатель детского сада номер 4 Еркежан, город Атбасар. Батанасова Бақыткүл Ерғалиқызы, Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжінің педагогика пәнінің оқытушысы. Давайте поддержим наших педагогов. На сцену приглашаются педагоги Актюбинской области. Михайлова Татьяна Васильевна, учитель начальных классов средней школы гимназии номер 9, город Актобе. Албаева Тамара Ғабитқызы, Ақтөбе қаласындағы нөмірі 23-ші орта мектеп лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Базаргалиева Баян Тимиржановна, учитель казахского языка и литературы специализированного лицея-интерната «Білім инновация» для одаренных юношей, город Актобе. Куспанова Сәуле Умбеталиевна, Ақтөбе көлік коммуникация және жаңа технологиялар колледжінің арнайы пәндер оқытушысы. А теперь у нас педагоги Алматинской области. Жанабирлиева Салтанат Бейсенбаевна, учитель истории средней школы гимназии номер 16, город Талдыкурган. Қоспаева Дания Қайыпбекқызы, Қапшағай қаласындағы номер 3-ші орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Тойшибекова Асель Бибулатовна, преподаватель специальных дисциплин Талдыкурганского высшего политехнического колледжа. Келесі кезекте Атырау облысының педагогтары. Кубиева Нұргүл Пангерейқызы, Атырау қаласындағы нөмірі 35-ші Хамит Ерғалиев атындағы мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. Кулбалиева Салима Жиенкуловна, преподаватель социально-экономических дисциплин Атырауского гуманитарного колледжа имени Дудбаевой. Біздің ұстаздарымызға тағы да қошемет, құрмет көрсетіп қояйықшы.
праздничное мероприятие в честь Дня Учителя продолжает прекрасная песня Чезаре Биксио «Parlami d'amore Mario». Орындайтын Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Азамат Жылтыркөзов, қарсы алыңыздар. Come sei bella, più bella stasera Mario. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché sospirar, non pensar, parlami d'amore Mario. Tutta la mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutto per me. Riso il tuo cuor non soffro più, parlami d'amore Mario. Радость, как птица, порхнула в оконце мое, и золотится весенним лучом и поет. Голос твой милый наполнил и сердце, и дом. Робость и силу я вижу во взгляде простом, дорогом. Что ж ты опустила глаза? Разве я неправду сказал? Разве устами алыми ласковых встреч не искали мы? Что ж ты опустила глаза? Разве я неправду сказал? Ты о любви шептала мне. Что ж ты опустила глаза? Мерекелеріңіз құтты болсын, құрметті ұстаздар. Qui sul tuo cuore non soffro più, parlami d'amore Mario. Мерекелеріңіз құтты болсын, рахмет. Дорогие друзья, мы продолжаем церемонию награждения лучших педагогов страны. Мерекеміздің салтанатты бөлігін жалғастыра отырып, сахнаға Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты Мұрат Бақтиярұлын шақырамыз. Сахнаға Батыс Қазақстан облысының педагогтары шақырылады.
Мұсағалиева Гүлмирам Қуаныш қызы Орал қаласындағы дарынды балаларға арналған мамандандырылған Сейфуллин атындағы нөмірі 11-ші облыстық қазақ мектеп-интернатының математика пәнінің мұғалімі. Асанова Венера Рафаиловна, воспитатель ясли сада номер 4 Айгулек, город Аксай. Искалиева Айгуль Бесенбаевна, Досмұхаметов атындағы жоғары педагогикалық колледжінің арнайы пәндер оқытушысы. Келесі кезекте Жамбыл облысының педагогтары. Қалмаханова Айгүл Базарбаевна, Жамбыл ауданы Беспаев атындағы мектеп гимназияның орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Кудериева Бахыт Жаксылыковна, учитель казахского языка и литературы гимназии имени Гани Муратбаева Байзакского района Жамбылской области. Талканбаев Мұхтар Дәулетұлы, облыстық ерекше дарынды балаларға арналған Дарын мектеп-интернатының математика пәнінің мұғалімі. Давайте максимально поддержим наших педагогов. Ертаев Еркибулан Ерикович, преподаватель специальных дисциплин Куланского агротехнического колледжа Жамбылской области. На сцену для награждения приглашаются педагоги Карагандинской области. Ефимик Марина Николаевна, учитель математики гимназии номер 93, город Караганда. Смаилова Айкен Исатайқызы, облыстық Жамбыл атындағы мамандандырылған мектеп-интернатының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Аяганов Алтай Бодиулло, преподаватель истории и социально-политических дисциплин Карагандинского гуманитарного колледжа. А теперь педагоги Кызылординской области. Давайте их поприветствуем. Бекмухаметова Гүлзина Абухасим қызы Қызылорда облысы Әуелбеков атындағы дарынды балаларға арналған нөмірі 4-ші облыстық мектеп-интернатының физика және математика пәндерінің мұғалімі. Танқыбаева Ботагөз Рахман қызы, преподаватель специальных дисциплин колледжа имени Текей Батыра Қарпықұлы. Келесі кезекте Қостанай облысының педагогтары. Досмұхаметова Роза Қилымжан қызы, Қамысты ауданы Талдыкөл негізгі мектебінің география пәнінің мұғалімі. Лефранк Нина Александровна, учитель биологии и химии Краснооктябрьской средней школы Камыстинского района. Карбузова Мирамкүл Тұяққызы, Қарасу ауданы ключевой орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі.
Сейчанова Динара Габитовна, преподаватель специальных дисциплин Костанайского строительного колледжа. Тағы да, қошемет көрсетіп қояйықшы қане. Көп рахмет. Алдарыңызда күй шашу. Орындайтындар Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Нұркен Аширов, Асылбек Кенегесов және Таңат Саденов. Қарсы алыңыздар.
На сцене победитель международного конкурса «Славянский базар-2019» Адельхан Макин. Встречайте. Серых дней вы свет души моей, не будет вас родней, красивей и мудрей. От всех укрою бед, любимый человек, моей судьбе вас дороже нет. Я жизнь благодарю и Богу говорю, как сильно вас люблю. Где вы, там я, ведь мы одна вселенная. Преодолеет любые расстояния. Вы свет души моей, что теплится во мне, и в зеркало смотря вас узнаю себя. Спасу от бед любых, вы солнце дней моих. Вы за моей спиной, как за каменной стеной. От всех укрою бед, любимый человек, моей судьбе вас дороже нет. Я жизнь благодарю и Богу говорю, как сильно вас, как сильно вас люблю. Где вы, там я, ведь мы одна вселенная.
Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, уважаемые наши учителя. Искренне от всей души хочу вас поздравить с вашим днем. Будьте счастливы, будьте здоровы. Для меня выпала такая огромная честь пригласить на сцену нашего учителя, проректора, заслуженного деятеля Республики Казахстан Сәкен Майғазиев. Армысыздар, ардақты ұстаздар, заманымыздың зиялылары. Мереке баршаңызға құтты болсын, еңбектеріңіз жансын, отбасыларыңызға амандық тілейміз. Биле жастық. Кел билейік, кел достар, құрдастар, кел билейік, заманда сырбастар, қосылыр бұн күйгесен, күйгесен. Биле жастық, билесен, билесен, бір жасайық, кел достар, құрдастар, сырласайық замандас, сырланыстар. Жас дәуренім жалында, айналар манағымға ағымға. Биле, биле жастық шақ, шалқып тасар шағында. Жастық шақ, кел билейік, кел достар, құрдастар, кел билейік, заманда сырбастар, қосылыр бұн күйгесен, күйгесен. Биле жастық, билесен, билесен, бір жасайық, кел достар, құрдастар, сырласайық замандас, сырланыстар. Шат көңілім басылмай, аққу арман асылдай, асылдай, ағып түсер аспаннан, жас дәуренім жасындай. Жастық шақ, кел билейік, кел достар, құрдастар, кел билейік, заманда сырбастар, қосылыр бұн күйгесен, күйгесен. Биле жастық, билесен, билесен, бір жасайық, кел достар, құрдастар, сырласайық замандас, сырланыстар. Мереке баршаңызға құтты болсын, уақыт ұстаздар. Шәкірттеріңіз, сенімдеріңіз сақтасын. Отбасыларыңызға береке тілейміз. Жаз дәуренін сағынар, жыл көктемге бағынар, бағынар. Жастығымның армансыз, шалқып өтер шағы бар. Жастық шақ, кел билейік, кел достар, құрдастар, кел билейік, заманда сырбастар, қосылыр бұн күйгесен, күйгесен. Биле жастық, билесен, билесен, бір жасайық, кел достар, құрдастар, сырласайық замандас, сырланыстар. Сырласайық замандас, сырланыстар. Көп рахмет! В этот праздничный день, дорогие друзья, наши самые искренние слова благодарности адресованы ветеранам педагогического труда,
воспитавшим не одно поколение казахстанцев и сохранившим верность своей профессии. Ардақты ардагер ұстаздар, біз сіздерді мақтан тұтамыз. Сіздер елімізде білім мен ғылым дәстүрін қалыптастырған тұлғасыздар. Мы сохраняем ваш труд, все то, что вы вкладывали в развитие нашей системы образования. Мерекелеріңіз құтты болсын, құрметті ардагер ұстаздар. Мы продолжаем церемонию награждения и приглашаем на сцену депутатов парламента Республики Казахстан Жумагулова Бахыджана Турсуновича и Нукетаеву Динар Жусупалиевну. Солтүстік Қазақстан облысының педагогтары. Есмағамбетов Арман Рушанұлы Мүсірепов атындағы ауданы нөмірі 2 Ново Ишим орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі. Азимбаева Рахат Омашевна, учитель казахского языка и литературы областной специализированной для одаренных детей школы и лицея-интерната «Лорд», город Петропавловск. Қошеметтеріңіз. Исмаилова Раушан Сериковна, Тоқшын мектеп гимназиясының физика және информатика пәндерінің мұғалімі. Ұстаздарымызға қошеметімізді аямайықшы. Ветошкин Денис Александрович, преподаватель специальных дисциплин Северо-Казахстанского профессионально-педагогического колледжа. Педагоги Мангистауской области. Мы приглашаем на сцену Надирову Гульсем Курманбаевну, учителя географии средней школы УЭТЕС села Сай-УЭТЕС Мангыстауского района. Қошемет. Маханова Гулаш Өмірзаққызы Жаңаөзен қаласындағы білім инновация лицей-интернатының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Тугерова Галия Бердибаевна, преподаватель специальных дисциплин Мангистауского политехнического колледжа имени Халела Узбеккалиева, город Актау. Келесі кезекте Павлодар облысының педагогтары. Серікбаев Алмас Сансызбайұлы, Павлодар қаласындағы нөмірі 19-шы жалпы орта білім беретін мектептің информатика пәнінің мұғалімі. Поляков Илья Олегович, учитель информатики средней общеобразовательной школы номер 34 инновационного типа город Павлодар. Козярская Маргарита Владимировна, Ақсу қара металлургия колледжінің арнайы пәндер оқытушысы. Біздің Павлодар облысынан келген ұстаздарымызға тағы да бір қошемет.
Ну а мы продолжаем церемонию награждения и приглашаем на сцену педагогов города Шымкент. Орынбеков Арман Шымбайулы, учитель истории общеобразовательной средней школы номер 90. Мадиярова Гаухар Кокешевна, Шымкент қаласы Өтебаев атындағы жаңа технологиялар жоғары колледжінің арнайы пәндер оқытушысы. Шәкірт үшін ерен еңбектерін аямаған ұстаздарымызға тағы да бір қошемет. Рахмет сіздерге. Үлкен рахмет. В День учителя с музыкальным сюрпризом для всех педагогов выступают председатели комитетов и директора департаментов Министерства образования и науки Республики Казахстан и воспитанники Центра искусства Мөлдір Мукановой. Поддержим аплодисментами наших коллег. Они долго готовились к этому выступлению и, конечно же, очень переживают. Встречайте. Ұстаздың өмірінде
Катласа жетпес шоқарына. Школа — это прочный коллектив, это не просто миф. Школа — это радость и друзья, все одна семья. Здесь Казани это целый мир. В жизни мой учитель, мой кумир. Он вдохновитель детских мечт моих. Ты сила притяжения, чувство уважения, знания неся. Ты так невероятно и без слов понятно. Мы одна семья. Этот праздник всех важнее дней, День учителей. Ведь за нас стоял всегда горой школьный наш герой. Каждый хочет кем-то в жизни стать, даже если будет летать. Не забывайте школу навещать. Сила притяжения, чувство уважения, знания неся. Ты так невероятно и без слов понятно. Мы одна семья. Браво! Ваши аплодисменты! Керемет, біз марапаттауымызды әрі қарай жалғастырамыз. Сахнаға Қазақстан Республикасы парламент депутаттары Бектурганов Серик Шыңғысұлы және Жұмаділдаева Наталья Васильевнаны сіздердің қошеметтеріңізбен шақырғымыз келіп отыр. А готовятся выйти на сцену педагоги Восточно-Казахстанской области. Бадамбаев Саят Берканович, учитель географии средней школы имени Островского Бородулихинского района. Мұқанова Нұргүл Құлжағазықызы Семей қаласы Шәкәрім атындағы 3 тілде оқытатын көп бейінді гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі. Тинькова Светлана Юрьевна, учитель начальных классов областной специализированной школы для детей, одаренных в области математики, физики и информатики, город Усть-Каменогорск. Калкенова Бейбиткуль Женеспековна, Семей қаласы Әуезов атындағы педагогикалық колледждің жалпы пәндер оқытушысы.
Ну, а готовятся выйти на нашу праздничную сцену педагоги города Нур-Султан. Омарханов Ернур Аханович, учитель казахского языка и литературы школы-лицея номер 76, город Нур-Султан. Тұрғанбекова Алма Базарғалиқызы Нұр-Сұлтан қаласындағы нөмірі 62-ші мектеп лицейінің география пәнінің мұғалімі. Гул Муаммер, учитель математики и Балим инновация, лицея-интерната для одаренных юношей, город Нур-Султан. Қожабергенова Сәуле Маулыхановна Нұр-Сұлтан қаласындағы қоғамдық тамақтандыру және сервис колледжінің арнайы пәндері оқытушысы. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Келесі кезекте Түркістан облысының педагогтары. Кадиркулов Роман Алауович, Созақ жалпы орта мектеп гимназиясының информатика пәнінің мұғалімі. Раймбекова Олжан Кетешқызы, учитель русского языка и литературы школы-гимназии номер 7 Туран, Жетысайского района. Келесі кезекте Рүстемова Айгүл Мамасейет қызы Сайрам ауданы нөмірі 49-шы Шоқан Уәлиханов атындағы жалпы орта мектебінің география және тарих пәндерінің мұғалімі. Түркістан облысының педагогтарына тағы да бір қошемет көрсетіп қояйықшы. Көп-көп рахмет. Риза, свободное от уроков и кружков время, чем ты любишь заниматься? Мен өзімнің туған қалам, әсем қалам Нұр-Сұлтанда серуендегенді жақсы көрем. Мы тоже с друзьями любим гулять по нашему городу. Кругом такая красота, особенно я восхищаюсь вида с Нур-Султаном. Иә, елордамыз гүлденіп тұр, және жыл өткен сайын көркі артып келеді. Ребята, вы хотите нам представить следующих гостей? Да, встречайте на сцене братья Жигунусовы с моей любимой песней «Нур-Султан».
қазақтың Келешек сенікі жастар жалында Асуларды алыңдар Сеніңдер бір мінім Екілім үш дегенім Бірлік бірлік жастар жаныңда Аялаған елордамыз Бақ құсы басында Қазақстан ғажабыстан Бақыстарым қасында Нұрын асқан Қазақстан Бақтымыз расында Бағасын біл мұның тасырман Сен деп шаттанам Жадырап жайрап Мен де Нұр Сұлтан Бақытты тойлап Сол шақтарда Даламыз байрап Шырқап тұрар бүгінде асқақ ән Сұлу елорда Ғажап елорда Сұлу Нұр Сұлтан Ғажайып қала Аялаған елордамыз Бақ құсы басында Қазақстан ғажабыстан Бақыстар қасында Нұры тасқан Қазақстан Бақытымыз расында Бағасын біл мұның тек тасырма Сен деп шаттанам Жадырап жайрап Мен де Нұр Сұлтан Бақытты тойлап Сол шақтарда Даламыз байда Шырқап тұрар бүгінде асқақ ән Ал біз марапаттау салтанатымызды жалғастырамыз. И мы приглашаем на сцену для награждения депутата Мажилиса Республики Казахстан Каратаева Бакридена Абдинабиевича и председателя Республиканского профсоюза работников образования и науки Амантаеву Майру Тургановну. И под ваши бурные аплодисменты мы приглашаем на сцену педагогов города Алматы. Миргенбаева Назигуль Оразбаевна, учитель начальных классов школы-гимназии номер 48. Встречаем бурными аплодисментами. Қайырбай Қанат Сатыбалдыұлы Алматы қаласы нөмірі 178 лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Біздің оңтүстік астанамыздан келген ұстаздарымызға қошеметтерімізді аямайықшы. Кусаинова Жанар Беймбетовна, учитель начальных классов гимназии номер 159 имени Алтынсарина, город Алматы. Мамырбеков Ерасыл Мархатұлы Алматы қаласының туризм және қонақ жайлылық индустриясы колледжінің арнайы пәндер оқытушысы. Келесі кезекте біз республикалық білім беру ұйымдарының педагогтарын ортаға шақырғымыз келеді. Долаев Архат Садырбайұлы Алматы қаласы республикалық физика-математика мектебінің математика пәнінің мұғалімі. На сцену приглашается Довгаль Юрий Николаевич, учитель физики Республиканской физико-математической школы, город Алматы. Искакова Гүлжазира Бекболатқызы Нұр-Сұлтан қаласы республикалық физикалық-математикалық мектебі филиалының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Встречайте Алиеву Лязат Нургалыковну, учителя географии и естествознания филиала Республиканской физико-математической школы, город Нур-Султан.
қошеметтеріңізбен ортада Абитова Жанар Сәбитхан қызы Абай атындағы республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын мектеп-интернат. Орнбаева Динара Габитовна, учитель казахского языка, республиканской специализированной с углубленным изучением казахского языка и литературы средней школы-интерната для одаренных детей имени Абая. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Келесі кезекте сахнаға Назарбаев зияткерлік мектептерінің педагогтарын шақырғымыз келіп отыр. Гульманов Нұртай Құдайбергенұлы Қарағанды қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің математика пәнінің мұғалімі. Аксенова Инна Валерьевна, учитель биологии Назарбаев интеллектуальной школы физико-математического направления города Тарас. Тілеулов Ербол Ернстович, Шымкент қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі филиалының дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. Ұстаздар, сіздерге мың алғыс. Рахмет. Давайте еще раз поприветствуем наших победителей бурными аплодисментами. Ал қазір сахнада Мөлдір Мұқанованың өнер білім орталығы ММ дауыс хоры. Қарсы алыңыздар. Ұстаздар, қандай ғажап халықсыздар, шәкіртке шыңдай биік алыпсыздар, жан біткен жанарына нұр сыйлаған, күндей боп күлімдеген жарақсыздар. Спасибо тем, кто нас ведет к познанию, кто выбрал путь нелегкий с дорог. Спасибо тем, кто гордо носит звание учитель, воспитатель, педагог. I'm grateful for your wisdom, for the teacher that you are. You're a very good person, and as a teacher, you're a star. Остазым мен
it's better. And what do next for? Na na na, I'm gonna teach you. All about love. Sit yourself down and take a seat. All you gotta do to be love to me. ABC, easy as 1, 2, 3. Do re mi. ABC, 1, 2, 3. You and me. ABC, it's like 1, 2, 3. Sing a do re mi. ABC, that's how easy love can be. Sing a simple melody. ABC, easy as 1, 2, 3. Do re mi. ABC, 1, 2, 3. You and me. ABC, it's like 1, 2, 3. Sing a simple melody. ABC, that's how easy love can be. Sing a simple melody. С огромной благодарностью всем учителям на сцене родители учеников школы-лицея номер 76 города Нур-Султан. Встречайте! Baby shark, do-do-do-do-do, baby shark, do-do-do-do-do, baby shark. Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, get it, best it, save it, load it, check it, write it, type it, save it, turn it, forward it, back it, drop it, zip it, unzip it, lock it, fill it, code it, find it, lock it, fill it, code it, lock it, check it, fill it, code it, find it, lock it, fill it, code it, lock it, scroll it, find it, code it, find it, lock it, fill it, code it, lock it, check it, find it, code it, find it, code, lock it, check it, fill it, code it, find it, lock it, fill it, code it, lock it, check it, fill it, code it, find it, lock it, fill it, code it, lock it, scroll it, find it, code it, find it, lock it, fill it, code it, lock it, check it, find it, code it, find it, lock it, fill it, code and lock it, check. Ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға, ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға. Аяулы ұстаздар, сіздер біздің балаларымыз үшін бәрін жасайсыздар. Кәсіби биші болмасақ та, өзіміздің сіздерге деген ризашылығымызды бимен білдірдік. Қабыл алыңыздар. Мерекелеріңіз құтты болсын. Жылы жүректеріңіз үшін, нұрлы ақылдарыңыз үшін, ыстық қайраттарыңыз үшін мың алғыс сіздерге, ұстаздар. Браво, 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 родители! С такими родителями никогда не скучно будет в школе. Давайте еще раз поаплодируем. Ата-аналарымызға тағы да құрмет, қошемет көрсетіп қояйықшы қане. Құрметті әріптестер, қадірменді қонақтар, биыл ел тарихында алғаш рет 11 қазақстандық ұстаз-педагогтер Нобель сыйлығы секілді әлем ұстазы дүниежүзілік сыйлығының халықаралық іріктеу турына қатысады.
Премия «Учитель мира» сегодня объединяет наших коллег из 120 стран мира, а имя ее обладателя мы узнаем на Всемирном форуме образования и навыков, который пройдет в марте 2020 года в городе Дубай. Учитель мира станет обладателем денежного вознаграждения в $1 миллион. Такая уникальная возможность. Учительство Казахстана представлено Фондом развития общественно значимых инициатив, официального представителя премии, проводимой Международным благотворительным фондом в Арке. Для объявления имен 11 педагогов, которые представят нашу страну в отборочном туре премии «Учитель мира», а также для награждения победителя национального отбора, мы с огромным удовольствием и признательностью приглашаем на нашу сцену учредителя Фонда развития общественно значимых инициатив Алию Нурсултановну Назарбаеву. Добрый день. Я рада приветствовать вас всех сегодня в этом зале. Дорогие учителя, с праздником вас! Сегодня для меня большая честь награждать финалистов национального отбора премии «Учитель мира». Идея проведения конкурса в нашей стране родилась в прошлом году, когда я посетила премию «Учитель мира» в Дубае и своими глазами видела, как чествуют педагогов там. Мне захотелось, чтобы мир узнал и о наших учителях, и о их заслугах, чтобы статус великой профессии поднимался за счет признания ее важности и нужности. Ведь школа – это не стены, школа – это учитель. Благодарю Министерство образования за то, что так сразу откликнулись на нашу инициативу. Сегодня с этой сцены я призываю всех уважать, чтить и ценить наших учителей. На них лежит огромная ответственность обучить будущее поколение, через знания привить нашим детям правильные ценности, любовь к своей стране, уважение к старшим, желание быть хорошим и полезным человеком. Я сама была в составе жюри и видела, какой труд и вклад был отражен в каждом портфолио. Очень сложно было принимать решения, и мне хочется, чтобы в следующем году мы смогли отправить еще больше кандидатов. Я желаю всем удачи и благодарю вас, дорогие педагоги, за ваш нелегкий труд. Спасибо. Решением Независимой академии судей национального отбора право представить наш Казахстан в международном отборочном туре Всемирной премии «Учитель мира» удостоены: Албаева Тамара Габитовна, учитель казахского языка и литературы средней школы лицея номер 23, город Актобе. Алиева Лязат Нургалыковна, учитель географии и естествознания филиала Республиканской физико-математической школы, город Нур-Султан. Базаргалиева Баян Тимиржановна, учитель казахского языка и литературы специализированного лицея-интерната «Билим Инновация» для одаренных юношей Актюбинской области. Гул Муамер, учитель математики «Билим Инновация» лицея-интерната для одаренных юношей, город Нур-Султан. Долаев Архат Садырбаевич, учитель математики в Республиканской физико-математической школе, город Алматы. Калмаханова Айгуль Базарбаевна, учитель русского языка и литературы в школе-гимназии имени Баймырзы Беспаева Жамбылского района Жамбылской области.
Мергенбаева Назигуль Оразбаевна, учитель начальных классов школы-гимназии номер 148 города Алматы. Поддерживаем наших номинантов. Надирова Гульсим Курманбаевна, учитель географии средней школы ÖТЕС села Сайотес Мангистауского района Мангистауской области. Орнбеков Арман Шимбайула, учитель истории в средней школе номер 90, город Шымкент. Тлеулов Ербол Эрнстович, учитель физической культуры в Назарбаев интеллектуальной школе. Физико-математического направления, город Шымкент. Специального приглашения от Международного благотворительного фонда «Варке» для участия в отборочном туре премии «Учитель мира» удостоен Жумабеков Асхат Советханович, победитель республиканского конкурса «Лучший педагог» 2018 года, которому фонд «Варки» выслал личное приглашение к участию в глобальной премии «Учитель мира» 2020, учитель физики и математики в Ниш, город Семей. Громче, громче, уважаемые коллеги. Уважаемые коллеги, наступает кульминационный момент. Прямо сейчас мы узнаем имя победителя национального отбора премии «Учитель мира», который вместе с 10 коллегами также будет ждать решения Международной комиссии, и, возможно, именно он представит наш Казахстан в финальной части Всемирной премии «Учитель мира». На сцену приглашается представитель международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers Наталья Бекбатырова для торжественной передачи конверта с именем победителя национального отбора международной премии «Учитель мира». Уважаемые участники конкурса, организаторы, представители фонда и, конечно же, учителя, позвольте поприветствовать вас сегодня и выразить искреннее восхищение вашими достижениями, вашему отношению к выбранному делу, а также смелостью представить свои работы на конкурс, просто волнуюсь, представить свои работы судьям жюри конкурса. Аудиторская компания PricewaterhouseCoopers была приглашена в качестве наблюдателя за работой Академии судей на конкурсе «Учитель Казахстана». Мы постарались обеспечить независимость, беспристрастность и системный подход к судейству на конкурсе. Победитель был выбран подсчетом количества голосов судей. И сейчас я передаю Алие Назарбаевой конверт с именем победителя конкурса. Хочу отметить, что ни организаторы, ни судьи, ни тем более участники конкурса имя победителя до этого момента не знали. Пожалуйста, Алия. Волнительный момент. Решением Независимой академии судей звание победитель национального отбора международной премии «Учитель мира», денежное вознаграждение от Фонда развития общественно значимых инициатив в размере 4 миллионов тенге, а также право участия в международном отборочном туре присуждается Муамеру Гулу. Қошеметімізді аямайықшы, давайте поддержим! Ваши поздравления нашему победителю. Бурные аплодисменты, дорогие друзья. Аплодисменты всем участникам, которые находятся на сцене.
Все они победители сегодня. Мы вас еще раз поздравляем. Спасибо большое. Сіздерге үлкен рахмет. Ну а для наших победителей и всех присутствующих в зале вокально-хореографическая композиция «Болашак». На сцене детский коллектив Куркимай, Дворца школьников, город Нур-Султан. Встречайте! Алымыздан құшақ ашып, болашаққа аттанамыз қадам басып, білім ғылым нәрін жидық бойымызға, алтын бұя аялады нұры шашып. Қара құстай қанат қағып биік самғап, адал еңбек атқарамыз елге арнап, елбасының шығырдар сенімінен, ұлылардың жүреміздің жолын жалғап. Аплодисменты, дорогие учителя! Вас поздравляет Маржан Арапаева. Сәлем. Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгінгі керемет ұстаздар мерекесі құтты болсын. Шын жүректен баршаларыңызды құттықтаймын. Еңбектеріңіз жана берсін. Туған шапалақ сіздердің құрметіңізге қаттыра. Бүкіл әлемді шарлап, қаншадан данышпандарды көрдім, талай отырдым ұзақ ойлап. Ешкімге тең келмейтін сен мықтысың, тек сен
берші шыршымай қайталашы менімен бірге шіркін-ай ән салайын ал сөйтіп күйде қолдарымыз қайда жоғары көбейік бірге шапалағырамыз бірімізге тамаша жақсы жындармен бірге ғажайыптарға да толы бар жер шарыда ұмытпа соны мүлде күлімдеп жүрші әкесін қашында самға талма сен кереметсің сенің жоқ қой сен біріншісің ай досым-ай бар ғаламда сен әдемісің ай досым-ай күліп жүрші сен әлем үшін ай шаршамай қайталашы менімен бірге ай шіркін-ай ән салайын ал сен тек биле Қазақстан шырқа Қазақстан бақытты болыңыздар біздің аса қадірменді ұстаздарымыз бақытты болыңыздар рахмет мерекелеріңізбен бірге қолдар жоғарыда болсын бірге көңілден шаршамаймыз сен әдемісің менімен бірге биле тамаша аносымдай бар ғаламда әлемісің сен қайталашы менімен бірге биле өміріміз әрқашанда биге толы болсын биле рахмет сіздерге үлкен рахмет қошеметтеріңіз Маржан Арапбаева Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері төс білгісімен марапаттау үшін сахнаға білім және ғылым министрі Аймағамбетов Асхат Қанатұлын шақырамыз. Әрине сіздердің қошеметтеріңізбен. Сахна төріне Анапин Сәрсенбай Камидулаевичті шақырамыз. Ақмола облысы Сандықтау ауданы Приозерный орта мектебінің еңбек пәні мұғалімі. Сулейменова Макен Канагатовна, учитель математики, комплекс школа-детский сад Аксусай Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области. Есенгалиева Менсулу Телагисовна, учитель математики общеобразовательной средней школы имени Таира Жарокова, Жанибекского района Западно-Казахстанской области. Қошеметтеріңіз. Аскарова Гульмира Муратовна, Қарағанды облысы ақпараттық технологиялар мамандандырылған мектеп лицейінің физика және информатика пәні мұғалімі. Ханситова Лаура Абдуалиевна, учитель русского языка и литературы средней школы Төркөл Ордабасинского района Туркестанской области. Капидулданова Куляш Чекербековна, Назарбаев зияткерлік мектептер дербес білім беру ұйымдары филиалының Нұр-Сұлтан қаласындағы халықаралық мектеп директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары.
Мусабекова Инкар Курбаналиевна Абай атындағы республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектеп интернатының информатика пәні мұғалімі. Жуматина Алтын Аман Қосқызы, преподаватель специальности вокал, специализированной школы для одаренных детей с интернатным учреждением Атырауской областной малой академии искусств имени Нургисит Линдиева. Акаева Калдыгыз Акимбаевна Шымкент қаласы Лермонтов атындағы нөмірі 17-ші жалпы орта білім беретін мектебінің математика пәні мұғалімі. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Ыбырай Алтынсарин төс белгісімен. Мұстафина Бақшагүл Байзақ қызы. Алматы облысы дарынды балаларға арналған 3 тілде оқытатын Әл-Фараби атындағы Арнаулы гимназиясының физика пәні мұғалімі марапатталады. Сексенбаева Майра Султановна, заведующая ясли садом АЕМ Меркенского района Джамбылской области. Егесенов Кадирхан Демирханович, Ақтөбе қаласы Алматы ауданы нөмірі 54-ші негізгі мектебінің география пән мұғалімі. Жаппарова Асель Мураталиевна, Қостанай облысы Амангелді ауданы Нұрманов атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімі. Шакетова Кульшат Хасеновна, педагог специальной коррекционной школы-интернат для детей с нарушением зрения Кызылординской области. Амангүл, Ақтау қаласы, 9-тық мінез құлықты балаларға арналған Маңғыстау облыстық арнайы мектеп интернатының бастауыш сынып мұғалімі. Дюсембина Зайтуна Ризадиновна, заведующая детским садом номер 8, Думан, город Нур-Султан. Қошманова Нұрғайша Қаткен қызы, Солтүстік Қазақстан облысы, Уалиханов ауданының Кішкенегөл нөмірі 1-ші орта мектебінің физика пәні мұғалімі. Дюсенов Ержан Кусманович, учитель средней общеобразовательной школы имени Бекмурата Уахатова, района Акулы Павлодарской области. Қамыспаева Катира Балабековна, Алматы қаласы нөмірі 146-ші мектеп лицейінің қоғамдық пәні мұғалімі. Асхат Канатович, давайте пригласим на сцену всех наших гостей и победителей для общего фото. О, это будет очень крутое фото. Мы приглашаем на сцену победителей конкурса «Лучший педагог 2019 года». Браво, учителя! Қошемет көрсетейікші! Біздің ұстаздарымыз! Мерекелеріңіз құтты болсын тағы да, аяулы ұстаздар. Ғалымда кеншіде бас иетін, ұстазым бар сенің қасиетін. Білім берген, ой берген, ақыл берген, көз алдымнан кетпейді ауа
асыл бейне. Ұстазым, ақылшы дос, ой арманым, арналсын саған осы аяулы әнім. Біздерді үміт алдан, ұстазым мен сені ұмыт алман. Үйретем деп өмірдің парасатын, ағарды ғой біз үшін қара шашым. Ұстазым, ақылшы дос, ой арманым, арналсын саған осы аяулы әнім. Ұстазым, ақылшы дос, ой арманым, арналсын саған осы аяулы әнім. Күл мерекелеріңіз құтты болсын, уақытты ұстаздар. Әр шаңыраққа шаттық. Еңбектеріңізге табыс тілейміз. Ұстазым, ақылшы дос, ой арманым, арналсын саған осы аяулы әнім. Ұстазым, ақылшы дос, ой арманым, арналсын саған осы аяулы әнім. Арналсын саған осы аяулы әнім. Дорогие друзья, ну а эти цветы от имени Министерства образования и науки всем педагогам под бурные аплодисменты. Мұғалімдер күніне арналған салтанатты кешіміз тәмамдалуға таяда. Назарларыңызға рахмет! Дорогие учителя, желаем вам хороших и благодарных учеников. Алла расуларыңыз бен жетістіктеріңіз көп болсын. Внимание, заботы, уважение. Здоровья крепкого, любви и отличного настроения. Елімізде татулық пен келісім болсын. Баршаңызға ашық аспан тілейміз. Қош сау болыңыздар! Шара мұғалімнің шығармашылығын дамытуға, өзін-өзі кәсіби өсіруіне үлкен мүмкіндік сыйлайды. Және осы үздік педагог 2019 атануы маған үлкен жауапкершілік жүктейді. Біз сияқты ынталы да жас, жігерлі жастарды, ауылдың жастарына осындай қолдау тауып, осындай жаңа шарада салтанатты жиында марапатталғаныма өте сондай қуанып тұрмын. Саналы ұрпақ тәрбиелеу мақсатында жұмыс жасаймын. Мен көбіне оқушыларды мектеп жасындағы ауылдық деңгейде көбіне жаңа үйірмелер, қосымша білім беру орталықтары жоқ болғандықтан мен жас турист клубын құрып, балалардың ауылдық жерде уақытын тиімді пайдалану мақсатында жаман әдеттерден аулақ болу үшін мен сол шараларды атқарып, балаларды туристік өлкетану жұмыстарына алып шығамын. Может, bizim ерекшелік деген олимпиада бойынша болуы мүмкін. Біз жылда күнде олимпиада дайындап жатырмыз. Осы уақытта дейін бізде 2413 халықаралық медаль алыпты балалар. Сонымен болатын шығар деп ойлаймын. Bizim en aldı жақсы орнымыз 2001 жылында халықаралық математика олимпиадында 3 баламыз алтын медаль алды, голд медаль алды. Барлық қазақстандық ұстаздарды, әріптестерімді осы төл мерекесімен құттықтаймын. Қиында қызығы мол осындай ұстаздық қызметтерінде жетістік тілеймін. Енді Бауыржан Момышұлы айтқан ғой, ұстаз ұлық емес, ұлы қызмет деп. Сондықтан осы ұлы қызметте осы ұстаздың алдынан талай
тұлғалар, дара тұлғалар өсіп шыққан. Сондықтан осы ұстаз мамандығын меңгерген әріптестеріме алдағы жұмыстарына табыс, сәттілік, отбасында бақыт және шыдамдық тілеймін. Сейчас очень много делается для того, чтобы повысить статус педагога, это очень радует. И все возможные конкурсы, которые будут проходить, я думаю, что я буду принимать участие. Спасибо большое нашему государству, президенту, министру, что так высоко ценят педагогов, заговорили о статусе педагога. Я думаю, что учителя достойны внимания, уважения и хорошей зарплаты. Спасибо.